негізі осылай мына бұлардың ана мақсат мүддесін айтпаймын. Негізі осылай научпоп видеоларды жұртқа танытып, бір-бірімізбен қырылып, ана ғылым жағынан, научпоп жағынан сынап отыруымыз керек қой негізі. Өте дұрыс. Мен бұл екеуінің әрекетін қолдаймын. Мен бұл екеуінің жаңағы видеоларды талдағанын, сол үшін ізденгенін мен қолдаймын. Рахмет бұларға алғыс. Енді қалғанын өздерінің дініне қатысты өтірік манипуляциялары енді ол дұрыс емес. Бірақ эфир жаңағы видеоларды талдап, менің видеоларымда кеткен қателіктерді көрсетіп, соларды қайтып атқанына рахмет. Менің видеомда жаңағы эратосфен туралы естімеген адамдар бұлардың талдауының бір мұсылмандар эратосфен туралы оқиды ертең естіп. Бәрі мақсатымыз бірді. Енді бұлар мен жамандағысы келгенін білмеймін, не мақсатпен жасаған, бірақ бұлар дұрыс нәрсе істеп отыр. Егер тағы да осындай видеоларды талдайтын шығаратын болса, мен ризамын, мен қолдаймын. Мысалы репост жасаймын, лайк басамын, қолдаймын. Бірақ енді мынандай өтірік манипуляциялық пропаганданы бірақ призыв жасап отыр да, анандайға, типа, құзырлы органдар. Бұлардікі қайрау сондай призыв қой енді мақсаттары. Бірақ істеп отқан нәрселерінің көп бөлігі дұрыс негізі. Тыңдай қарай, не айтады екен? Жылап болды ма екен, жоқ па? Құдай тануды үйрену бұл бір бүтін дүниеге апаратын жол дейді. Ойлаңызшы. Яғни Құдай танудың да қағидаттары ақиқатқа жету, жаратылыс танудың да артында бұл болмыстың иесі кім екеніне көз жеткізу. Яғни бұл жаратылыстың артында жүйелі түрде жаратып тұрған жаратушысы бар екендігіне көз жеткізу. Қараңызшы. Бұл ұлы ғалымдар ғой енді, Планк болсын, Эйнштейн болсын, Паскаль болсын. Бірақ өкінішке орай біздің тиктоктың ішінде мен өзіне бұған былай ат қойып қойғанмын. Кім деп? Тасша, тиктоктың тасша баласы деген атты қойып қойғам. Енді өтірік қой енді, өтіріктер өте көп болғаннан кейін жарайды, енді өз жауап берер, өтірігіне өз алдына жауап берер. Дегенмен бұл енді үлкен ақпараттық алаңға шыққаннан кейін жауапкершілікті арқалау керек болады. Міндетті түрде. Жақсы, келесін немізге өтейік. Егеу құйрық туралы жалған ақпарат таратып, қазаққа жаның ашымайтынын көрсетіпсің да, Сәкеу. Болды ғой, қазақтың бетіне қалай қарайсың? Рет жылан шаққан адам қанынан. Және таныстыра кетейік, бүкіл видеоларды талдап отқан, очки таққан оң жақтағы адамның денесінде термоядролық реакция жүреді деген адам. Бәрі көре берейік. Колумбия университеті мен Сентивакс ғалымдары Тимнің қанынан алынған антиденелер арқылы бұрын соңды болмаған уға қарсы екпе жасап шықты. Осыған дейінгі екпелер тек арнайы бір жылан уына қарсы жасалса, ал мына жаңалық әмбебап антидоттар жасауға мүмкіндік бермек. Зерттеушілер мамба, кобра, тайпан және крейт сияқты ең улы элапит жыландарының нейротоксиндеріне қарсы тәжірибелер өткізген. Фриде денесінен алынған екі антидене арқылы жасалған екпе тышқандарды кейудан толықтай, кейбірінен жартылай қорғап аман алып қалған. Бұл бұрын соңды болмаған нәтиже. Тим Фриденің өзі де қатарынан 2 рет кобра шаққанда комаға түсіп, бірақ аман қалған. Тим Фриденің қанының көмегімен BBC-ден алынған ақпарат болатын да көрейікші не болады. Аман алып қалып, салдану әсерінен дене мүшелерін кесіп тастау, мүгедек болып қалу жағдайларының алдын алуға болады. Арнаға жазылып, қалдырып кетіңіздер. Жақсы. Бұл күлкілі негізі. Жарайды, жақсы, айта қойыңызшы. Бұл Сайкюдің видеосындағы Тим Фриде деген азаматтың 200 рет жылан шағып, содан екпе алынды деген видеосы ғой. Енді қараңыз, бұл жерде тағы бір үлкен қателік. Тим Фридеден алынған дүние негізі екпе емес, ол антивеном. Енді осы жерде қарапайым халыққа ашықтап жіберейік, Қазір бір қос жүрек видеоны тағы да бас жағын тыңдасын. Деп айтады? Екпе деп айтады ма? Екпе деп айтып отыр ғой. 200 рет жылан шаққан адам екпе деген не? Уға қарсы екпе жасалмақ. Екпе деп жатыр. Жарайды, енді қараңыз, екпе мен антивеном сізге айырмашылығын түсіндіре кетейін, жалпы кішігірім түсіндірме жасайын. Жалпы екпе не үшін адамға салынады, егіледі немесе ол адамды арнайы бір вируске, арнайы бір вирусқа қарсы, мысалы, оның иммунитетін дайындау үшін, дұрыс па? Алдын ала, дұрыс қой. Ал антивеном керісінше әбден үйренген, дайын болған жаңағы антиденелерді соны алып адамға салады. Яғни ол жерде күрес уже жүріп қойған. Түсінесіз ба?
сол үшін барып салады. Сол үшін де бұл жерде айырмашылық осы. Сондықтан да антивеном мен екпені шатастыру бұл да абсурд нәрсе негізі. Иә, түсінікті, жеңіл тілмен. Антивино деген не? Екеуі де бір Антивеном, сол неге вирусқа болсын басқаға қарсы тұру үшін. Антивеном бұл жаңа уланған адамдарға уланғаннан кейін барып салынатын дүние. Эффектісі болу үшін. Иә. То есть сол үшін де мұны ғылым ажыратып қойғанда. Екпе мен антивеном. Жалпы несі ғылым астына кіретін болсақ, өте көп ерекшеліктер бар екеуінің жұмыс істеу механизмдеріне қатысты деген сияқты да. Дегенмен қателік, тағы да ғылыми қателік. Демек Тим Фриден енді градусты білмей анама не айтасың енді. Дұрыс айтасың. противоядие айтса да болады. Жылан шаққан қан. Противоядие қалай аударылады? Ақылтай аударшы. Оға қарсы Екпе? Дәрі, екпе, иә. Жоқ, екпеге деген келмейді енді. Бұлар о жағынан дұрыс айтып отыр. Екпе деген келмейді. Жоқ, противоядие қалай аударылмай ма не? Противоядие емес. Уытын қайтаратын дәрі бір нәрсе деп айтылады. Уыт қайтарушы дей ма сондай. Қаншама ақпарат берілгеннен кейін білет деп ойлар. Білет деп ойлаймыз енді. Не болды? Дауыс шығып жатыр ма? Дауыс шығып жатыр ма? 143 адам отыр ана жақта. Мақсатыңды білдің демеймін осы мына эфирді. Мақсат деген ағартушылық қой. Амансың ба оғлым, қарайсың? Жақсы. Қайттан қосылып қалдым. Күнде қосылып бірімізді біліп алдық қой. Не? Қайталап қойып жатыр ғой. Көп адам қосылған соң. Жоқалам көбіне. Мына жерде комментарияны оқып отырсаң. Қайтарғы дәрі деп айтылады дейді. Қайтарғы дәрі. Антидотты қайтарғы дәрі. Қайтарғы дәрі. Сөзі кәдімгі қазақтың сөзі ағартушылық деген. Ағартушы деген сөздің мағынасын. Тұра пока ананы көріп отқан кезде біз талқылап алайық тұр адамдар. Екпе деп бізде вакцинаны ғана айта ма? Екпе деп жалпы прививканы айтады. Вакцинаны вакцина дейміз. Бірақ оны жалпы атауы егу деген сөзден шыққандықтан прививканы да, вакцинаны да уколды егесің ғой уколды. Привит деген не істеу сонда? Прививка алдын ала ағзаны ауруға дайындау. Аурудың ауру таралмайтын бөлшегін Уколды екпе деп аудармаймыз ағзаны дайындау. Ау? Уколды екпе деп аудармаймыз ба не? Екпе деп аудара бересің. Егу бөлмесі дейді, я. Дұрыс қой. Екпе дұрыс қой, ол жерде болатын болса оған қарсы екпе деген болмай ма не? Антидотты общий мағынасын айтып отырсың, сен қателесіп отқан жоқсың. Бірақ нақты аудармасы антидоттікі екпе емес. Ол механизмі салуы екпе. Я контекстке байланысты. Антидот қайтарғы, қайтарғы деп айтылады. Болды, сол ма? Жақсы. Жарайды онда, Құдай бар онда. Дейік па, не дейік енді? Тоқта, тағы да не қылып отыр. Тағы да разы көріп отыр. Соғыс оты әлемде лаулап тұрған заман. Арман, өзің білесің, иә? Саяси жағдайда әлемдегі. Алда жылда бір жағдай болып қалса, бір саптың бойында тұратын адамдарымыз. Сондықтан да бұл жігіттің істеп отқан дүниесін, осы бірнеше жылдан бері жасап отқан дүниесін ел арасын бұзуға, ел арасын ауызбіршіктеп отқан қоғамды арасына іріткі салуда жасалып отқан дүние деп білемін. Ол кімдерге керек? Енді ойбой, астында екпе мен антидотты ажыратамайтындар бір-бірлерін өлтіріп тастап жүрмеңдер. Біреулер жаңағы екпе деп айтты, екіншілерің антидот деп айтты деп ертең атыс болып не себеп болды деген кезде соны жазып жүрмеңдер. Ана жерде немене болды десе, не қылып соғыстыңдар десе, ана жерде екпе екен ғой, екпе деп айтыпты, ол жерде негізі антивеном екен ғой деп бір-бірін қырып шақтап 72 градус емес 7-де 2 градус екен деген атыс болып атпасын айналаны. Бұлар әуминді дауыстап айтқан үшін атыс қырғын болып кетеді ғой бұларды, қызықсыз еді. Ассаламу алейкум ахилар. Мынау мән беретін эфир ма, мына екеуі отыр алып әрбір сөзді тәпсірлеп, одан
ақыл тесе өткенде айттың ғой білесің ба? Ей, тақтаңдар, тоқта. Дәл сондай әңгіме ғой мынау. Употребление показанных в этом видео веществ можно бір бәле деп ескерту келді мынаған. Болды ғой, тұрып кетті олар орындардан. Болды ма, бітті ма? Ол ана абырой түскеннен кейін сайкеу арқылы қайтадан абыройын жинағысы келіп жүрген адам ғой. Ей, Маскасы жер болып. Мына негелесті кім қосты мына эфирге? Мына кім қосты мына негелесті? Бәрін келіп айтып құнсыздандырып құртатушы команда. Ысқақтанушы ғылымының докторы Арман мен Нұрислам. Ақылтай қараса мен знайкаға ұқсайды да баяғы. Не знайка өтіктегі знайкаға. Позор болдық та. Позор болдық та. Мода, красавчик. Не звугы өшірші болса? Подросел, Вадим. Құсқын көреді жаңағы видео әңгімесі. Мода. Ей, өшіріңдерші. Кім сенен қошып отын? Симба 212. Привет, ребята. GGG, Симба. Менен екен ғой. Все топ. Эфирді ашып қойдың біреудің эфирін. Біреудің эфир ашылып кетті. Өшіріңдерші деп қойды ғой. Өшіріңдер деп қойды ғой.